Құрметті оқырман, қызықты тағдырларды, оқиғаларды ары қарай тыңдағыңыз келсе, менің каналыма жазылып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Арын сатқан ару, 1 бөлім. Айда, құлаққа жағымды, айтуға жеңіл, мақтанышпен айтуға тұрарлық есім. Айда бұл өмірге шыр етіп келгенде ең әуелі нағашы әжесі қуанған екен. Айданың анасы Гүлмира жастай 5 баламен жесір қалған. Тұла бойы тұңғышы да осы Айда. Нағашы әжесі Айжан тым қарт адам емес болатын. Мектепте бастауыш сыныптарға мұғалім. Нағашы атасы Талғат бау-бақша сабатын. Судан шыққан өнімді сатып, нәпақасын табатын. Кейде тиын-тебенге қара жұмыстарды істеп жүретін. Қыздарының қайта келгеніне ренжи қойған жоқ. Басқа балалар қалада. Немерелерін көп көре қоймайды. Қайнаған қаланың тіршілігіне болса олар үшін мүмкін еместей. Гүлмира ата-анасының қолына қарап қалғысы келмей, тіккен тоқыған бұйымдарын базарға апарып сататын. Автостанцияда таңнан кешке дейін шай, кофе, компот, морс, су, самса, пирожки сататын. Тұрақты тұтынушылары да күннен күнге көбейді. Жылдар сулап өтіп жатты. Балаларының алды мектеп оқса, кішкентайлары үйде. Bir күні Гүлмира көрші ауылдағы тойға барып келіп, сол жердегі базарда істейтін кілең ақшаны шытырлатып табатын әйелдерден неше түрлі кәсіп естіп келді. Бұл жайлы ата-анасына айтады. Ол кісілер қолдап, көмек қажет болса сұрауын айтады. Сол күні-ақ Гүлмира оптом сататын дүкеннен 1 қорап шай мен 1 қорап кофе алады. Ертесіне-ақ суды қайнатып алып, базарға азын-аулақ кофе мен шайын апарады. Жақын жерде орналасқандықтан барып келу еш қиындық тудырмайды. Уақыт зырғып өтіп жатты. Айда бой жетіп мектепті қызылға бітірді. Ең бастысы алтын белгіге бітіргенінде ата әжесі мен анасы қатты қуанды. Айда оқыған сыныпта кілең байдың балалары мен жоғары жақта таныстары барлар ғана грантқа оқуға түсе алған болатын. Ал қарапайым отбасының балаларынан Айда мен оның жан құрбысы Дана ғана түсе алған еді. Қыздардың кейбірін ата-анасы ақыл бөлімге түсірсе, қалтасы көтере қоймайтын отбасының қыздары аудандағы тігінші, аспаз секілді бірнеше айлық ақыл курстарды оқыды. Ал ұлдардың көбісі ауылда қара шаңырақтарында қалды. Жұмыс істейміз, өзіміз оқуға түсіп, өзіміз төлейміз дегендер қалаға кетті. Айжан апа мен Талғат ата немерелері Айданың алғашқы жетістігінің бірі 9-шы сыныпты қызылға тәмамдағанында көрші қолаңды шақырып қонақ еткен. Бұл жолы одан да асырып дүркіретіп жазады. Маусым айының ортасында арман қуып Алматыға 2 бойжеткенде келді. Қалталарында азын-аулақ тиындары бар. Жекеше жатақхананы жалдап тұрды. Алдын ала 1 айдың ақшасын төлеп, қалған ақшаларына тамақ алып алды. Әлеуметтік желідегі хабарламалардан өздеріне қолайлы жұмыс іздеді. Дана шағын бір дәмханаға даяшы болып орналасты. Шағын дегенмен күнделікті клиенттері көп екен. Табысы күнделікті. Жұмысқа қалаға келген күннің ертеңі-ақ орналасты. Ал Айда болса үлкен тойханаға даяшы болып орналасты. Бойында бір мін жоқ. Бүкіл әлемнің сұлулығын құтты бір тек Айданың ғана бойына бергендей. Бой десе бойы бар қыз. Киімдерінің бәрі туыстарынан келген. Соның өзінде сәнді етіп киіп алды. Жұмысының алғашқы күні әрине ол әлі жұмысқа қабылданып үлгерген жоқ. Алтымен түйіндемесін сол жердің бастығына көрсету үшін тойханаға барды. Бастық дегеніміз Самат. Самат жайлы айтатын болсақ, сұңғақ бойлы, келбеті келіскен, отбасылы 30 жасар ер адам. Талай қыздың арманы, қаншама қыздың құмарын қандырған түнгі клубтың тұрақты құны. Жап-жас, нәзік сұлу Айданы көргенде Саматтың аузынан су ақты. Айданың түйіндемесін көрмей-ақ жұмысқа қабылдады. Айда, сәлеметсіз бе? Самат, сәлем. Мен сізді бұрын-соңды көрмеппін, Айда. Иә, мен осы жерге түйіндемемді ұсынуға келіп едім. Қателеспесем, сіз осы тойхананың бастығысыз, иә? Самат, өте дұрыс, еш қателеспедің, Айда. Самат, жұмысқа қабылдандың, Айда. Не? Сіз әлі мен түйіндемемді де көрген жоқсыз ғой? Самат, иә, көрген жоқпын. Иә, көрген жоқ. Кейін қолым босағанда көре салармын. Айда, бірақ Самат, маған артық әңгіме қажет емес. Егер жұмыс қажет болса, артық әңгіме айтпа. Ал егер керегі жоқ болса, есік әне тұр. Айда, маған жұмыс қажет. Самат, сені даяшы етіп аламын. Айда, мен енді даяшы болуға келдім емес пе? Сіз не түйіндемемді қараған жоқсыз, не сұраған жоқсыз. Самат, батылдығыңды қара, шындықты бетке айтатын әдетің ау деймін. Айда, ой, кешіріңіз. Иә, әдет қой,
қалмай қойған. Ренжімеңіз, ішіме сыймайды, бетке айтып тастай беремін. Самат: керемет, маған мінезі тік, бетке ашығын айта алатын батыл қыздар ұнайды. Айда: Самат: жалпы өте сұлу екенсің. Жасың нешеде? Айда: жасым жақында 17-ге толамын. Самат: өрімдей жас қыз екенсің. Мектепті енді бітірдің-ау? Айда: иә, әрине. Самат: нақты қашан туған күнің? Айда: шілденің 13-і. Самат: жарайды ендеше, жүр, мен сені керемет бір мейрамханаға апарайын. Айда: неге? Не үшін? Самат: біздің таныстығымыз үшін. Айда: ыңғайсыз емес пе? Самат: түк те ыңғайсыз емес, жүріп кеттік. Айда іште біраз ыңғайсызданады, бірақ та келісімін береді. Ол да Саматқа бір көргеннен ғашық болды. Сыртқа Самат пен Айда шығып бара жатқанда Саматтың телефоны шырылдады. Жары Амина екен. Самат: алло, Амина. Алло, Жан. Самат: иә, не болды? Амина: үйге тез келші. Самат: неге? Амина: Жан, Тайырдың қызуы көтеріліп кетті, үйге тез жетші. Самат: не? Жедел жәрдем шақырдың ба? Амина: иә, олар қазір келе қоймайды ғой, сен тез жетші, өзіміз алып барайықшы. Самат: қазір жетем. Самат: Айда, жаным, ботам, менің шол шаруам шығып қалды. Мынау менің телефон номерім. Маған WhatsApp-қа мекен-жайды жазып жібере ғой. Кешке өзім алып кетем. Нақты қай уақытта баратынымды жазып жіберетін боламын. Айда: аха, жарайды, бірақ та бәрібір де ыңғайсыз секілді, бармай-ақ қойсам. Самат: ой жаным-ау, несі ыңғайсыз? Бар болғаны жаңа таныстық үшін ғой бәрі. Еш ыңғайсыздық тумайды ботам. Айда: жарайды. Самат: қанеке ботам, кешке кешікпе. Мына визит картасындағы менің телефон номерім. Анау-мынау біреулерге бере бермеймін мен телефон номерімді. Тек маңызды адамдар үшін. Айда: сонда мен сіз үшін? Самат: иә күнім, сен мен үшін маңызды адамсың. Осы визит картасындағы номерге мекен жайыңды жазып жібер. Айда: жарайды. Самат кешке дейін жүздескенше, балапан, деп Айданың бетінен сүйді де үйіне қарай асықты. Саматтың айтқаны жаным, күнім, ботам, балапан сөздері Айданы ерекше сезімге бөледі. Бұрын-соңды бұл сөздерді естімеген де шығар. Анасы таңның атысы, күннің батысына дейін балаларын асырап жеткізу үшін базарда жүреді. Нағашы атасы өз немерелерін көбірек еркелететін, ал әжесі Айдаға сабақты жақсы оқығандығы үшін ақша беріп жүретін. Айда үйіне бақыттан бас айналып келді. Оны құрбысы Дана бірден байқап қалады. Айданы есіктен кіріп, аяқ киімін шешіп жатқан кезде-ақ сұрақтың астына алады. Дана: ей, жан құрбым менің, бүгін күнің керемет өткен секілді ғой, жұмыс таптың ба? Қанеке, айтшы, неге сонша бақытты болып тұрсың? Айда: иә, Дана. Дана: ау, не болды? Айда: мен саған керемет бір жаңалық айтқым келіп тұр. Дана: иә, әрине, құлағым сенде, тыңдап тұрмын. Айда: мен? Дана: аха. Айда: бүгін бір жерге бардым. Дана: содан? Қанеке, адамды қызықтырма, айтшы, шыдамым таусылып барады, өтініш. Айда: енді өзің ғой сөзімді айтқызбай жатқан. Дана: ал жарайды, жүр, одан да сен киіміңді ауыстырып ал мен оған дейін шай қайнатып дастарханды жайып жіберейін. Дастарханның басында шай ішіп отырып айтарсың. Айда: иә, солай дұрыс болар-ау. Екі қыз сықылықтап күліп, бірі ас үйге, бірі қонақ бөлмеге кетті. Ас үй? Дана ас үйде дастархан жасап шай қайнатып жүріп, ойға шомылып кетті. Айданың жаңалығын қатты естігісі келіп барады. Қандай жаңалық екен деп ойға батып кетті. Ас үйге Айда кіріп келді, жүзінде шаттық күлкі. Дананың ойын бұзып жіберді. Айда: Дана. Дана: ой, иә, не болды, айта бер. Айда: сонша не ойланып кеткенсің?